MG. Мына біздің шаруашылық аға. Цех, инкуб цех. Жылына 6 миллион малек шығарады, форельдің малегін. Инкубация айына 500-600 мың штук гекра салып отырамыз. Негізі потолок 1 миллионға дейін салуға болады айына. Но тығыз болып кетеді. Жерден Ау. Бірақ размер бар. Бізде ма? 5 грамма жетсем сатып жіберемін мен. Ұстамаймын мына жерде. Мына скважинаның суы артезиан жердің астынан шығып жатыр. Мынау бір скважина, ани екінші скважина қаздырдық өткенде. Цехтың іші мына жақта, енді ішіне қазір кірмейді бізде. Сыртынан көре саламыз, сөйтіп ашып қарап. Малектар 3 грамм, 4 граммға дейін ішінде жатады. 3-4 грамм болады, сыртқа көшіреміз. 5 граммға жетеді, хозяйствоға беріп жібереміз. Ішіне очень тығыздық сыйған чаған, мына көзбен бір қарап өтіңіз. Не осының іші. Инкубатор, міне тұр, дегазациясы тұр. Инкубация, форель, икра, польский, линия. Полный малек тұр қазір. Бұл цикл. Мына жақтан шыққан малек, мына жаққа жібереміз ғой. Улантай келатыр. Мынау жақында шыққан малектар қателеспесем. Қазір граммасын Булантай айтады. Цехтан шықты су. Құйып жатыр. Мына жақ әлі қосылмады. Мына жақты қоссам, мынаның ішінде 10 грамм, 20 грамм, 100 граммға дейін өсірейін деп тұрмыз, Құдай қаласа. Любой граммдағы малек болатындай. Я таза су.